армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім оң. Бүгін ашылудың 4-ші күні. Көңіл күйім тамаша, энергиям тасып тұр. Таңғы 5-те тұрып, жылы ванна қабылдап, ішек құрылысымды тазалап, салқын жылы душ қабылдап, далаға шығып жүгіріп келдім. Теңіз жағасында жүрдім, видеоларымды түсірдім. Міне енді шөп шырындарымды дайындап ішейін деп жатырмын. Көңіл күйім керемет, еш жерім ауырып тұрған жоқ. Бірақ кешке 3-ші күннің түстен кейін мына төбем басым ауырып бастады. Ол желкемей берді. Ол кішкенеден кейін кетіп қалды. Үйге келіп ұйықтап, таңертең тұрсам, басым тап-таза, жеп-жеңіл, ап-ашық басым. Бірақ кішкене әлсіздік болды. Ішек құрылысын тазалағаннан кейін барлық кетіп, күш-қуатым кіріп, кереметтей көңіл күйдемін. Қазіргі міне ішетін менің. Бүгін мына көкөністерге капустаны қостым бірінші рет. Күнде морковпен, жасыл шөптермен қызылшаны ішіп жүремін. Енді мынау күнделікті осындай болып жатыр. Алма, апельсин, киви. Бұған да тағы толықтырып отырамын деп отырмын. Міне шөптерім ішіп жүрген. Керемет, ешқандай да қарныңыз ашпай, осындай керемет көңіл күйде.